Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді әрі оңай жанартау пирогын дайындаймыз. Үй температурасындағы 4 жұмыртқа, 100 грамм қант, 150 мл сүт, 75 мл сұйық май құйып, жақсылап миксерлейміз. 300 грамм ұнға 30 грамм какао қосып, сидадан өткіземіз. Қопсытқыш және ванилин тәттісін қосып, тағы да жақсылап араластырып миксерлейміз. Енді кремін дайындаймыз. Сары майға сүт, 1 жұмыртқаның сарысы, 100 грамм қант, кукуруза крахмалын қосып, өте бай отта астын үздіксіз араластырып отырамыз. Ванилин тәттісін салып, қою масса болғанша араластырамыз. Кремді кішкене суытамыз. 22 диаметрлі формаға қою массамызды құйып, ортасына кремді осылай жаймалап салып шығамыз. 170 градус пеште 40 минут пісіреміз. Дайын пирогты міндетті түрде суытып 6 сағатқа қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл пирог өте дәмді болып шығады.